Жай бөлчөктөрдү салыштыруу. Кез келген дұрыс бөлчек бірден кіші болады. Мысалы, 3-тен 2 кіші бірден. Кез келген бұрыс бөлчек бірге тең немесе бірден үлкен болады. Мысалы, 5-тен 7 үлкен бірден. Бөлімдері бірдей бөлчектердің қайсысының алымы үлкен болса, сол бөлчек үлкен болады. Мысалы, 13-тен 6, 13-тен 8 бөлчегін салыстырсақ, 13-тен 8, яғни алымы үлкен, ендеше 13-тен 8 бөлчегі 13-тен 6 бөлчегінен үлкен болады. Ал бөлімдері әртүрлі бөлчектерді салыш үшін оларды ортақ бөлімге келтіреді. Мысалы, 7-ден 3 және 5-тен 4 бөлчегін алайық. Ол үшін екеуінің ортақ бөлімін табамыз, 35. Біріншісін бөлімін 35-ке келтіру үшін алымында бөлімінде 5-ке көбейтем. Екінші бөлчектің бөлімін 35-ке келтіру үшін алымында бөлімді 7-ге көбейтем. Сонда 35-тен 15 және 35-тен 28 деген бөлчек шықты. Мұнда 35-тен 28 бөлчегінің алымы үлкен, ендеше 35-тен 28 үлкен. Бұл 35-тен 28 дегеніміз 5-тен 4 бөлчегі болғандықтан 7-ден 3 бөлчегі 5-тен 4 бөлчегінен кіші болады.